Қайырлы күн достар, сіздер мен Айгерім Болысбек, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге блинчиктің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Осындай өзінің формасын ұстап тұратын, ешқандай да сын кетпейтін блинчиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамын осы видеоның описаниясына жазып қоямын. Жұмыртқаны, қантты, сұйық майды құйып блинчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және тұз қосамыз. Ұнды електен өткізіп аламыз. Барлығын бірден салмаймыз. Енді жылы сүтті араластырамыз. Сүттің барлығын бірден құйып жібермейміз. 2-3 бөлікке бөліп, 12-ін араластырып отырамыз. Сүт пен ұнды араластырып болған соң қайнаған суды құямыз. Қайнаған судың барлығын бірден құймаймыз, осылай аз-аздан құйып араластырып отырамыз. Осындай болып шығады, сұйықтау болып. Алдымен табаны майлап аламыз, жабысып қалмас үшін. Табамыз қызып тұрған кезде құямыз құймақтарды. Құймақтар дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Таңғы асқа өте керемет ас. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер де видео ұнаса, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Және менің арнама тіркелуді де ұмытпаңыз.